Бүгін менің туған күнім, ой пәләй, мынадамдар неге жатыр тойламай, банкет жасап берер едім өзім-ақ, тәңірдің бір жарытпай-ақ қойғанай, деп жырлаған қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90 жыл. Макатаев Мукагали Сулейменулы родился 9 февраля 1931 года в ауле Карасас Раимбекского района Алматинской области. Поэт. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета. Работал секретарем аулсовета, учителем русского языка в средней школе, диктором Казахрадио, сотрудником газеты «Социалистик Казахстан», ныне «Егемен Казахстан», в журналах «Парасат», «Жулдыз». В 70-м году принят в Союз писателей. Мұқағали Мақатаев туындылары өткен ғасырдың екінші жартысында ұлттық әдебиетімізге шын құбылыс болып енді. Оның нәзік лирика мен сырға толы жырлары сол кездегі поэзияның көгіне көтерілді. Адам жанын жақсы әсерге бөлейтін, ойы мен санасын сергітетін, арманы мен қиялына қанат бітіретін біртуар ақынның туындылары халықтың жүрегінен орын алады. Тема Родины и родной природы занимают ключевое место в творчестве поэта. Первые стихи были напечатаны в районной газете «Сывытык Шекара» в 1949 году. Лирика Макатаева представляет собой значительное наследие казахской литературы. Он автор поэм-размышлений «Ак-Каинаны», «Ильич», «Ару-Ана», «Мавр» и других. Написанный поэтом реквием «Моцарт Джаназасы» проникнут философскими и психологическими мотивами. Несколько стихотворений посвящено религии. При жизни Макатаева вышли в свет сборники «Приветствую вас, друзья», «Ласточка моя», «Сердце мое», «Когда лебеди спят» и другие. После были изданы «Жизнь озера», «Зов души», «Шолпан». Макатаев внес вклад в развитие жанров не только поэзии, но и прозы, драмы, критики. Он перевел на казахский язык сонеты Шекспира, стихи Уитмена, Тихонова и Евтушенко. Ақын қысқа өмірінде соңына жарқын поэтикалық із қалдырды. 650-ден астам лирик өлеңдерінде адам өмірінің мәні, әсемдік пен сұлулық, тазалық, ерлік, елдік, туған жер турасында терең толғанған. Мақатаев өлеңдеріне Нұрғиса Тілендиев, Шәмші Қалдаяқ, Алтынбек Қоразбаев, Төлеген Мұхамеджанов, тағы басқа да сазгерлер ән жазды. Сочинения Макатаева переведены на узбекский, кыргызский и другие языки. Ему присвоено звание «Поэт века». На родной земле Мукагали открылся музей. В Алматы его именем названы школа, улица, установлен памятник. Киностудия «Казахфильм» завершила съемки художественного фильма «Мукагали». Режиссер Болат Калымбеков. Өмір сүрсем енді бір 20 жыл. 20 жыл шыныменен қиын ба бұл? Қиын болса 10 жылда жетіп жатыр. Тек жүректен атылсын құйын дауыл. 10 да жетер, қимаса 20-сын. Асықтырсын, өмірім қиындасын. 80 жасап, 80 сөз қалдырмаған. Әлдекімнің тағдыры бұйырмасын. О лебеди, легенд о них не счесть. У каждой мысль своя, свой стройный лад. Не разбудите, не спугните птиц, когда они в тиши рассветной спят.